Қызылорда облысында ауыл өнімдердің көрмесі өтіп жатыр. Қолда бар шикізатпен халыққа керекті өнім жасап отырған кәсіп иелерін қолдауға арналған жоба биыл екінші рет ұйымдастырылған. Бұл жолы шетелден келген мамандар ауыл азаматтарының қолынан шыққан өнімдерге баға беріп, таңданыстарын жасырмады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Нағы Ильясов ауылында тұратын Эльмира Төретаева 5 жылдан бері бал өндіріп сатумен айналысады. Яғни кәсіпкер табиғи балға пайдалы өсімдіктерді қосу арқылы емдік өнім шығарады. Қазір жасаған өніміміз өңірде үлкен сұранысқа ие дейді іскер әйел. Алда осы таза балды экспорттап, кәсібін ұлғайтуды көздеп отыр. Сондықтан жасаған өнімдерін көрмеге әкеліпті. Майский мед асқазанға жақсы, одан кейін жантақтың балы бронхқа, жөтелге өте пайдалы. Кеше жапондықтар келіп тексерді, арнайылап келді, көрді, өлшеп көрді, 81% көрсетті, өздері таңғалып кетті, өте таза бал деп. Бір ауыл бір өнім жобасы өңірде екінші рет ұйымдастырылып жатыр. Негізінен мұндай көрмені өткізу Жапонияда өткен ғасырда қолға алынған. Мақсат ауылдан шыққан өнімдерді елге танытып, кәсіп иелерін қолдау. Көрмеге арнайы келген жапониялық сарапшы Харагучи Акихиса қызылордалық кәсіпкерлердің тауар сапасына оң баға берді. Біз үшін Қызылордада қандай өнімдер жасалатыны қызық. Сол үшін осы көрмеге арнайы келдік. Мақсатымыз жергілікті кәсіпкерлердің өнімдерінің сапасын арттыруға көмек беру. Қазір біз кәсіп иелеріне сапалы өнімдерді қалай жасауға болатыны туралы кеңесімізді айттық. Бұл жоба Қызылордадағы кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің бастамасымен қолға алынған. Ал көрмеге қатысушылардың тауарларының сапасына сәйкес жеңімпаздар анықталады. Үздік деп танылған кәсіп иелерінің өнімдерін брендтеп, шетелге сатуға көмек көрсетіледі. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информбюро, Қызылорда.